Балалар, театр. Театr жайлы біз бүгін үшінші сабаққа өтесіміз. Яғни театр туралы сіздерде бір белгілі түсінік қалыптасты деп ойлаймын. Яғни өмірдің өзі театр. Осы театрда біз актермыз. Мен осы өмірдегі рөлім ана, жар, мұғалім, біреуге балам, біреуге қарындасым, біреуге әпкем, өзінің күркесі болады. Яғни театр туралы Шекспир айта береді. Бұл Уильям Шекспирдің сөзі ғой. Енді ой ретінде сіздерге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Қазақ театрын әлемдік аренаға қалай алып шықсақ болады? Осы сұрақ бойынша ойланып көрейікші. Мен қосыламын, өзіміздің қазақи құндылықтарымызды, салт дәстүрлерімізді қолдана арқылы біз өзіміздің қазақи театрды әлемдік аренаға шығарамыз деп ойлаймын. Медина? Тек қана біздің салт дәстүрлеріміз, салт дәстүрді ғана өзіміздің шығармаларымызды алсақ болады. Яғни біздің көркем әдебиетіміздің мағынасы терең, біз ешқандай ұлттың әдебиетінен кем емеспіз. Қазақ әдебиетінде сюжеттері айтар ойы өте терең. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сіздерге белгілі қазақ театры. Яғни бағалау критерийлері дереккөздерден ақпарат жинау, сол дереккөздерге сілтеме беру және сұраулы тезисті жоспарды құру. Алдарында жұмыс парағы берілген. Жұмыс парағында бағалау критерийлері беріліп тұр. Сол бойынша смартфондарыңызды қолдарыңызға алып, қазір сақтасын. Мен жұмыс жасаймыз. Білемін, білгім келеді. Не білгілерім келеді, тағы да қосып отырды. Бұл яғни сабақ басындағы рефлексия, оқушының не білетіні және мен нені жетілдіру керек екен, мені біліп отыруым керек. Жақсы. Онда бірінші тапсырмаға кірісеміз. Жұмыс парақтарында 9 сұрақ берілген. Оқу стратегиясы бойынша біз көзбен жүгірту тәсілі арқылы біз нені қараймыз? Сұрақтарға жауапты өзінің жинап әкелген мәліметтердің ішіне тіземіз. Мәліметтерді маркермен белгілесеңіздер болады. Маркер болмаса қаламмен, қарындашпен белгілеңіз, кез келген әдіспен белгілеп өтіңіздер. Уақыт 5 минут беріледі. Қай сұрақтың жауабы табылды? Сол сұрақты белгілеп қойыңыздар. Табылған сұрақтың жауабы. Олай болса бірінші сұрақ Мұхтар Әуезов атындағы академиядағы театрына шамалары қашан және қай қалада ашылды? Екінші сұрақ театр сахнасындағы алғашқы қойылым алтын сақина қойылымы. Мен алған қазақ театр сахнасына көріне шыққан еңбектерде арқалық театр, қарагөз, театры бүгінгі ұлттық драма театры. Қазір қайын қазақ мемлекеттік драма театры Алматыға көшті. Бейбарыс? Жақсы, екінші тапсырмаға көшеміз. Жұмыс формасы, тақтада тұр жұмыс формасына қараңыздар. Жұмыс формасы. Яғни алып келген деректерге сілтеме жасайсыздар. Ғаламтор, газет, журнал, оқулықтан алған мәліметтерге сілтеме. Жұмыс парағына жазып сіз. Жақсы. Енді қазір тапсырманы тақтаға 3 оқушы шығады. Онда рандомайзер арқылы анықтаймыз. Сіздердің жұмыс парақтарының бірінші бетте мына жерде номерлер берілген, әрқайсысында номерлер көп тұтылған. Қай номер түседі, сол бала тақтаға сілтеме жазады. Үшеуіне ме? Жоқ, шоқұшақ, тақтаға шоқұшақ. Мәнісіңдер ма? Иә. 12.
Келесі қарап отырсақ 17 кім? Енді тағы да бір оқып, сол оқышы. 9. Ал түсіндіріңіз не бар? Қандай не себеп болды сізге? Мен өз ақпараттарымды сайтынан алдым. Жақсы, тамаша. Видео Қазақстанда бірінші егемен точка кз театры және үшінші советская видео қазақ театры деген. Соның ішінде қызылорда тұңғыш кәсіби ұлттық театры. Ал кейін іріктеп әкелген мақалаларыңды бір мақалаға іріктейсіңдер. Bir topla оқысын. Дайын айта алады, түсіндіріп бере алады. Қай топтарда, қай сайттардан дерек көздерін алдыңыздар? Бізде әр баладан, яғни бізде общий 5 дерек көздері бар. Яғни бізде 3 дерек, бірінші дерек мәдени портал .kz сайтынан алынған, екінші Википедия .com сайтынан алынған, үшінші қазақ тілі оқулығы атамұра 2018 жыл тізбектегі өнер театр күйесі. Жақсы, екі топта. Медина, сіздің тобыңыз? Біз Википедиядан егемен кз Айша? Абайсызбан дерек көздерін қамтыдық. Ең бірінші біз қазақ тілі оқулығынан өнер күйі атты тақырыптан 4-ші беттен алдық. Одан кейін Массагет сайтынан алдық. Одан соң Білім ал сайтынан алдық. Содан соң театр тұңғиығы атты газеттен алдық. Өздеріңізді бағалап болғанда топтарыңыз бойынша жұмыс парақтарыңызда 5-ші сырда болады өткен. Уақыт аяқталды, көрсетілерге уақытын. Жақсы, келесі жұмыс түрін қараңыздар. Тезистік жоспар және сұраулы жоспарды мен қосып қойдым. Сұраулы жоспарды құрастар кестесімен. Жұмыс парақтарында. Қараңыз. Қандай жұмыс? Жұмыс уақыт кесті. Медина? Театр халықты эстетикалық адамгершілікке үйретеді. Қандай жұмыс дайын? Айсу? Жақсы. Жақсы. Жақсы соңғы рефлексия білімдеріңіздер соны астына белгілеп шығыңыздар. Сабақ соңындағы рефлексия қазір. Сосын үй тапсырмасында жұмыс парақтарында QR код берілген. QR код арқылы жұмыс тапсырмасын аласыздар. Яғни келесі сабақта топпен жоба құрайсыздар. Бүгін несі QR кодта көрсетіп қымбатты оқушылар сабақ аяқталды. Сабаққа белсенді қатысқандарыңызға алғысымды білдіремін. Сендер кереметсіңдер. Тест жоспарды, сұраулы жоспарды сіздермен де толық меңгергенсіздер. Яғни біз бүгін сабақ мақсатына келдік. Рахмет, сау болыңыздар.